Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді әрі өте пайдалы, емізулі аналарға да тіпті үйдегі ата-әжелеріңізде терлеп тұрып ішетін тары қосылған шайдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысқа қажетті мөлшерде сүтті құйып, оның үстіне жақсылап жуылған тарымызды саламыз. Тарыны жақсылап тұрып жуыңыздар, себебі ол шаң басып тұруы мүмкін. Сондықтан 4-5 қайтара жуып, осы сүттің үстіне салып, баяу отта тары, яғни жұмсарғанша 5-10 минут пісіріп қайнатып алатын боламын. Осылай баяу отта сүтті бір қайнатып, осылай дайындап алдым. Енді осы сүт қосылған тарының үстіне кипяток, яғни қайнаған су құйып, үстіне заварка қосып, шай дайындап алдым. Өзіме ыңғайлы шайнекке құйып, дәміне қарай набат қостым. Набат қосқаннан кейін тағы да 5-6 минутқа қалдырыңыз. 5-6 минуттан кейін осылай қасықпен араластырып ішіп көріңіз. Өте дәмді, дәмі өте керемет болып шықты. Егер сіз шайды жақсы көретін болсаңыз, осы мен дайындаған әдіспен тура осылай жасап көріңіз. Өзіңізге және де үйдегілеріңізге ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Менің каналыма қолдау білдіріп, лайк басып, мені қолдап кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Мен жасаған рецептерді ең бірінші болып көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Қараңыздар, шай осындай өте қою, түсі қанық, өте дәмді болып шықты. Ресторан, кафедегі шайлардан ешқандай кем емес. Сіздер де тура осы әдіспен дайындап көріңіздер.